Қоянның үйшігі. Ошақ театры. Бір қоян мен түлкі өмір сүріпті. Түлкінің мұздан, ал қоянның қабықтан жасалған үйшігі болыпты. Түлкінің үйшігі еріп кетіпті. Ал қоянның үйшігі бұрынғыша тұра беріпті. Түлкі қоянның үйшігіне түнеп шығуын өтініпті де, сөйтіп оны қуып шығыпты. Қоян жолда жылап келеді. Ав, қоян, неменеге жылайсың? Деп сұрайды. Неге жыламай? Түлкінің үйшігі еріп, қызының маған қонуға келді де, мені қуып шықты. Жүр, мен саған көмектесемін. Ав, жоғал түлкі бұл жерден. Деп ит үреді. Егер атып шықсам, бұл үйшіктің сау тамтығда қалмайды. Деп айғайлайды. Түлкі. Иттің зәресі ұшып, қашып кетеді. Қоян жолда тағы жылап келеді. Алдынан қонжық шығады. Ол қоянды көре сала, жүр, мен түлкіні қуып шығайын, дейді. Жоғал түлкі, бұл жерден, деп айғайлайды қонжық. Бір секіріп, атып шықсам, үйшіктің сау тамтықта қалмайды. Қонжықтың зәресі ұшып, қашып кетеді. Қонжық жолдың шетінде өксіп жылап отырады. Шалғын асыған әтеш келе жатады. Күккәли-күкку, сенің қайғыңды естідім, қоян. Жүр, мен саған көмектесейін. Жоқ, қораз, маған көмектесе алмайсың, деп жылайды қоян. Олар кешікке келеді. Күккәли-күкку, өкшемен нұқ жүремін. Иығымда шалғым бар, шалғыммен қақ бөлемін. Пештен түсте сен жылдам. Жоғал түлкі бұл жерден. Деп әтеш қанатын қағып, аяғымен жер тепкілейді. Түлкі бұны естіп қорыққаннан, қазір киініп жатырмын, деп айғайлайды. Күккәли-күкку, өкшеммен нық жүремін. Иығымда шалғым бар, шалғыммен қақ бөлемін. Пештен түсте сен жылдам. Жоғал түлкі бұл жерден, дейді тағы да әтеш. Түлкінің зәресі ұшып терезеден секіріп қашып кетеді. Ал қоян, қораз екеуі үйшікте бірге тұрып қала береді. Назарларыңызға рахмет.